сұлу, көзіңнің қарашығы, мөлдіреген бейне бір далашығы. Бір өзіңмен сұлу шаш, мінезіңмен сұлу шаш, қандай ғажап күлкіңнің жарасуы. Бір өзіңмен сұлу шаш, мінезіңмен сұлу шаш, қандай ғажап күлкіңнің жарасуы. Бақыт едім, неткен бар армандай, бар арманға бақыт боп жаралғандай. Сенен артық сұлу шаш, сенен асқан сұлу шаш, бұл жүрегім бақытын табар қандай. Сенен артық сұлу шаш, сенен асқан сұлу шаш, бұл жүрегім бақытын табар қандай. Кеңсай жаққа барасыз ба? Бармайм. Такси тұрсыз ба? Отырыңыз. Рахмет. Қайда барасыз? Зиратқа. Таудағы зиратқа. Маржан күлген, төгілген гүлдерінде, гүл жайқалып тұрғандай жүрегіңде. Айда еркен сұлу шаш, күндей көркем сұлу шаш, кездескенде қуандым өміріме. Айда еркен сұлу шаш, күндей көркем сұлу шаш, кездескенде қуандым өміріме. Кездескенде қуандым өміріме. Мінекеңіз. Отырыңыз. Бұл қалай? Күтіп тұрғансыз ба? Иә. Рахмет онда. Қайда баратынымды сұрамадыңыз ғой? Сұрап қайтем. Адастырмайтын шығарсыз. Оныңыз жақсы екен, сене береді. Онда не тұр? Сенуге болады. Кешіріңіз, таныспасақ та сыртыңыздан ылғи көріп жүретінмін. Мен сізді сонша күтеді деп ойлаған жоқ еді. Рахмет, iltifat көрсеткеніңізге. Мұнда қойылған анаңыз ба? Әкеңіз бе? Жоқ, күйеуім. Мені үйге дейін апарсаңыз, бағанағы тоқтаған жеріңізге. Айтқаныңыз болсын. Тек ақшаңызды қайтып алыңыз. Мұныңыз қалай сонда? Мүсіркегеніңіз бе? Жоқ. Олай деп көңіліңіз қалмаңыз. Машинамен кісі тасуды кәсіп қылайын деген ниетім жоқ.
Мен ұшқышпын. Бір жағдайларға байланысты уақытша демалысқа шыққам. Қолы бос салт адам болғасын машинамен қыдырып кететін әдетім бар. Дұрыс емес пе? Қайдан білейін? Дұрыс болар. Қазір келем. Асықпаңыз, күтем. Басталды ма? Келді ме бәрі? Жиналып болды, қазір басталады. Сізді Жексен Ғазизович сұрап еді, келет дедім. Сізбен танысқан бе едіңіз? Танысқанбайын алайын. Сарбалаев Эверест Еспенбетович 1968 жылы туған жері Алматы қаласы, орта білімі бар. Үстіміздегі жылдың 6 июн күні күндізгі сағат 11-де Сарбалаев тергеу кезінде өзі жасырып айтпаған белгісіз екі адаммен Қасымов көшесіндегі 11-ші үй 154-ші пәтердің құлпын сым темірмен ашып, жалпы құны 4000 сомдық әр түрлі асыл бұйымдарды ұрлаған. Балаңызға күнделікті қажетін жұмсауға ақша беретін бедіңіз? Ақша бермегеніңізді ұрлап алған кезі болды ма? Бұл іске оның қандай қатысы бар? Куәгер Сарбалаева нақты жауап беріңіз, не жоқ деп. Жоқ. Еш уақытта ақшасыз болған емес. Қанша беретін едіңіз? Алған бағасына қарай. 5 алып келсе 5 сом. Егер 4 алып келсе 4 сом. Ал егер 2 немесе 1 алып келсеші? Онда ақша бермеймін. Келіскеніміз тек жақсы бағалса ғана. Бір күнде бірнеше 5 әкелсеші? Ондайда болады емес пе? Болады, бірақ та сирек болады. Ондай жағдайда лайықтап қажет деген берем. Жастайынан әкесіз өсті. Күнделікті тіршілікпен жүріп, көңіл бөлуге менің де мұршам болмады. Мектепте де өзгелерден кем болмасын дедім. Сіздің де балаңыз бар ғой. Балаңыздың айтуы бойынша сіздің табысыңыз? Менің табысымның бұл іске қандай қатысы бар? Біріншіден, балаңыз сізді жалған бағамен алдаған. Ал екіншіден, ақша деген даладағы өсіп тұрған шөбіміз орып ала беретін. Наразылық білдіремін. Наразылық қабылданды. Қандай, бір қыздың маңдайының бақыттысың ғой. Кеш сол үшін сүйейін. Кетші өзің. Әуелі табаныңды сүрт, қараш басқан жеріңді. Ізіңді сүртіп, аяғыңды шеш. Үйге кіргенде аяғыңды шешту, мещандықтан да өткен. Бұны мен емес, бір данышпан айтқан. Ол данышпанның үйінде құлы, не малайы бар шығар, егер тірі болса. Аяймын, тағдыр саған қосатын адамды. Дәл сен сияқты біреуді тауып алам. Көрерміз, ізде. Талшын, жынсыңды бүгінше бере тұршы. Білесің бе неге керек? Маған бұлай қажет. Бәрімізге де қажет. Қайдасың? Мә, бұдан кейін бермен. Ай, апатайым ай, қолың ашыға осындайда.
Sarbalay bolup bilip ketdi. Nege? Nesbeli Celal'ini kinaladınız koy. Iya, kılmış istegen onun balası. Olayıbın tügül moyundadı koy. Soğan qaramasdan tağı da bärine sen günelisin degendey kaz buladınız gelip. Tepti, tabatın tabısına deyin suradınız. Onda ne tur? Sonda ol. Akşam köptep. Buzakı. Urru qarı terbilugu tiyisdi mi? Aytıgış. Жоқ. Бірақ biz ayıptauшы емеспіз. Сот жүргізудің де өз заңы бар ғой. Мүлт кетуге болмайды. Сіз мені түсінген шығарсыз. Жоқ, Жексен Ғазизович, түсінбедім. Меніңше соттаудағы мақсат, қылмысына қарай жаза кесу ғана емес. Сонымен бірге қылмыскердің қайдан шығатынына жұрттың көзін жеткізу. Баласының неден бұзылғанына әлгі елдің көзін жеткіздім дейсіз бе сонда сіз? Көзі жетті ме, жетпеді ме? Білмеймін. Әйтеуір анасынан дұрыс өнегі ала алмағаны анық. Иә, оны байқадық. Жексен Ғазизович, қойған сұрақтарым шектен шығып кетті ме? О жағын білмеймін, бірақ жаңағы сұрақтарыңыз қорғаушыға ұнаған жоқ. Өтінем. Тағы да сіз беріңіз. Иә. Ылғи күтіп алатын болдыңыз ғой. Онда тұрған не бар? Қысылмаңыз. Иә, қалай болды? Ештең етпес, қарап қалмаспыз. Сәлеметсіз бе, Степан Александрович? Қалыңыз қалай? Шүкір. Көп күтіп қалдыңыз ба? Жоқ. Кәне, кіріңіз. Кіріңіз. Қалай демалдыңыз, Степан Александрович? Бош жүру кейін екен. Иә. Үй жағдайы қалай? Сол үшін сізге келіп отырмын. Әлі хабар жоқ. Директор не дейді? Иә, ол кісі ауырып жатыр еді ғой. Ал ағзамшы, Бәкір Ахметович. Бакир ықыласпен көңіл қойып тыңдады. Тек өзін білесің, ол ештеңе де шешпейді. Есінде ме, біздің цехқа оның қандай бастық болғанын? Уәде мен жарылқауға бар. Мейрам өтісімен өзім кіресем де уәде берді. Мейрамнан кейін дегенше үй жоқты. Қай жер болсын, дайын үйдің кілтін Мейрамның алдында тапсырады ғой. Иә, комиссияның да, кәсіподақтың да бергені құр уәде. Ай, солай. Қайтсек екен? Кейінге қалдыратын шығар. Бұлай болсын. Степан Александрович, ертең Кенекеңнің кабинетінің алдына келіңіз. Сол кісімен сөйлесейік. Кешіріңіз, сізде бір шаруам бар еді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қандай шаруаңыз бар? Жай, мүмкін болса сізбен сөйлесейін деп едім. Айта беріңіз. Бәлкім, сіздің үйге кіріп әңгімелесеміз. Менің адресімді қайдан білдіңіз? Сұрастырып таптым. Шегесіз бе? Темекінің түтініне шыдай алмайым.
Iyisi şıksa tınısım tarılıp ketedi. Bunu balam aldım. Жұмыста қалай жүресіз? Темекінің ең көп тартылатын жері ғой. Қазір ресторанда темекі тартпайды. Мемлекетіміз біздің қамымызды ойлап, жұмыс орнымызға дұрыс жағдай жасаған. Жұмысым өзіме ұнайды. Ресторанға шырт шаруағамын ойлауға келмейді. Көңіл көтеру үшін келеді. Менің көп уақытым жоқ. Айтыңыз, не туралы сөйлесейін деп едіңіз? Сот үкімі туралы келсеңіз, Солай дейтініңізді білгем. Сіздің күйеуіңіз бар ма? Балаңызшы? Күйеуім жоқ. Балаларым бар. Бірдейміз. Айлас әйел мұңдас деген құрбым. Мәселе балаңыз туралы болса, ол қолымнан келмейді. Бұлайша біреуіңіз бар ма? Не? Не. Одан несін еркісіз. Жұбатып келіп кетіп жүретін, көңілдес дегендей, әлі жап-жассыз болады ғой. Маған ондай сөзді айтпаңыз. Жарайды, ұнамайтын болса, айтпай-ақ қояйын. Дегенмен де, жалғыздықты мен сияқты. Сіз де бастан кешіргесін. Жаян шейін. Мейл онда. Шаруаңызды айттыңыз ғой. Балаларым келетін уақыт боп қалды. Мұңдасқысы келмеді деп, ренжімеңіз маған. Жоқ. Өзіңіз сияқты менің де арқа сүйейтін ешкімім жоқ. Медеу тұтқан жалғыз баламның тағдырын әлекей өз көзіңізбен көріп, қолыңыздан өткіздіңіз. Өз баласына кімнің жаман тәрбие бергісі келеді дейсіз. Сіздің де балаларыңыз бар екен, әрине. Оларды сіз өзге жұрттан кем болсын, жабырқау, жасық болсын демейсіз. Әкесінің жоқтығын білдірмей өсіргіңіз келеді. Мен де содан басқаны ойламадым. Мұқтаждық кіріптарлық көрсеткен жоқпын. Қанша тырбансам да ақыры осылай болды. Тіршіліктің әлгіндей қамымен жүріп, жалғызымның қай жолға түскенін байқамай қаппын. Бәлкім өмір сізді осындай қатал болуға, суық қаруға үйреткен шығар. Мен үйт алмайым. Шынымды айтсам, сот үстінде сізді қатты жек көрген едім. Кейін ойлап көрсем, оным қат екен. Қалайда ел байқұстар бірін-бірі түсінуге тиіс. Мен сізге жағдайымды түсінеді ғой деп келдім. Не үндемейсіз? Қандай пиғылмен келді деп маған сенбей тұрсыз? Солай ғой. Олай деп ойламаңыз, опасыз емеспін. Қай жолмен болса да баламды құтқарып беріңіз. Болдыңыз ба? Болдым. Балам үшін мен сізден ештеңе аямайым. Ақшамен бәрінді істеуге болады. Ол жағынан қысылмаңыз. Сіз дәнекер болсаңыз, сөзім сөз. Айтарым осы. Түсіндіңіз бе? Түсіндім. Сіз менен аулақ жүріңіз. Ондай кәсіппен шұғылданбайым. Өкінбейсіз бе? Тағдырымыз тағы түйістірсе, кінәламаңыз.
Жүр. Бүгін тағы да бастығыммен ұрысып қалдым. Тілін таба алмай-ақ қойдым соны. Не қылды еді сонда? Өзің білесің ғой, қандай адам екен. Жоқтан өзгеге сөйлейді өмірі. Жарайды, мен онымен сөйлесіп көрейін. Өмірден жалығып кеттім. Жалғыздық тек жұмыста ғана білінбейді. Әсіресе мейрам күндері қатты қиналамын. Ешкімің жоқ жападан жалғыз гитара тартып отырасың, армандайсың. Жұрт қатарлы семья құрып, бала сүйсем дейсің. Бірақ амал не, қаншама талпынсаң да сәті түспейді. Біреуді ұнатсаң, ол сені ұната қоймайды. Ал енді біреулер үздігі өлердегі сөзін айтады. Қалай сенерсің? Алдап соққысы келеді. Біреуге ісің түссе, пайдаланып қалудың айласын жасайды. Саған не болған, Катя? Кейде өстіп. Арылып алмаса болмайды. Демалыс үйіне баратын болдық қой. Жалғыз келмессің. Я, балаларды ала кел. Олар болса маған да жақсы. Кіріңіз, мама, кіріңіз. Шаршап қалдым. Көршілерің бір жақсы адамдар екен. Кішіпейіл. Шай қойш. Қазір, мама, қазір. Көршіңді әуре қып. Қайтем дедім. Шай қояйын деп еді. Қойғызбадым. Сен құйып берген шайдай қайдан болсын, қызым? Жаным. Мәсіңді ки, мама. Жалтыр отып қойсын ғой. Ұмытпадың ба? Жоқ. Рахмет күнім. Менің шайымды сағындым деп едіңіз ғой. Кәне, тағы да ішіңіз. Құя қой. Балаларың қайда жүр? Келіп қалар. Түн ортасы болды. Келіп қалар дейді. Әлішер жігіт болды. Әлішер тұрғанда Талшын қорықпайды. Екеуі де кәмелетке толған. Орта мектепті бітірген. Талшын өзің білесің институтта оқиды. Білемін. Кәмелетке толдық деп 40-қа келгенше ата-анасының мойнына мініп жүргендердің талайын көргенбіз. Білеміз. Оу, бұлғын? Қазір, мама, қазір. О, қуатым-ау, келші бері, келші құшағыма. Отыр Шығанеке. Кішкентай ғана күнім менің түріңнен сенің. Айнымаған атасы, мұрны да, көзі де атасының жас кезден аумай қалған. Әже, бізге тіпті келмей қойдың ғой? Жаным-ау, басыңа не жағы болғансың? Қайда жүрдің? Біз қыдырдық. Бүгін ауа сондай жақсы. Біз дегенің кім? Бірге оқитындар. Кербезге емтихан тапсырдық. Қызым, саған олай деме деп талай рет айттым ғой. Ол өте ақылды әйел, жақсы оқытушы. Еркектер ақылды болу керек. Қарным ашты. Әйелдерші? Ал әйелдер сезімтал болу керек. Менің мамамның ақылы да, сезімталдығы да жетіп жатыр. Мақтаншақсың. Отыр, тамағыңды іш. Кім шығарып салды? Кім болушы? Әкем қалай? Шүкір. Жүр әйтеуір. Кейде кір дейіп қалады. Сен жіберген дәрілерді алдық. Бірақ ішпей қойды. Жүрегім дайын тат дейді. Бие сауамыз қымыз ішеді. Балалардың бірін сол кезде бізге қалдырсаң да болады екен. Олардың маған ауырлығы жоқ. Өздерімен өздері. Қайдан ауыр болмасын, жалғызсың ғой жарығым. Қарап отырсам, шашыңа да ақ кіріпті. Қартайып келеміз. Осы Әлішер, сенің апайыңның қасына Құдай берген барса болды, аппаратың бұзылып қалатыны қалай? Техника еркелігі. Құдай бергенді жақтырмайсың ау дейді.
Иә, оны жасыра алмайым. Ал сен қалай қарайсың, Құдайберген Рашидовичке? Кім ол? Таланты бар жігіт. Кемшіліктері де жоқ емес. Ақшаны жақсы көреді. Бізде жалақы алатын жалғыз сол ғана. Сол үшін жүр ғой, түсіндім. Жүрігі. Несібелі Жалерівнадан ұят болмай ма? Мамам бәрін түсінеді. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Тағы дұрысып қалдыңдар ма? Амал не? Ай, қайтейін сендерді, қайтейін. Баласыңдар ау. Нешедесің сен? Кешір айналайын сұрағаныма. 23-темін. Әйелің ше? Ол әлі бала ғой, есі болса түсінер еді. Кіріңдер. Барып амандас, әжең келген. Әлішер? Ой, айналайын, жарығым, кеш. Қазір тамақтарыңды берейін, сосын Әлішермен бірге лоджиға жатасың. Рахмет апай, мен тамақ ішіп келгенем. Ал, не істеп жүрсің? Оқуды не қылдың, а? Мамаммен бірге жұмыс істеймін. Мақта мата тоқу комбинатында, слесарьдің шәкірті. Оның қалай? Институтқа неге түспедің? Қайда түсетінім әлі белгісіз. Оны армиядан келген соң ойластырармын. Жақсы. Оның да жөн болған екен. Борышыңды өтеп ал. Сені мамаммен таныстырайын, Әлішердің әжесімен. Мама. Оу. Мына бала, кешір айналайын. Мына жігіт, көркемөнер ұрпаздар үйірмесінің бишісі. Сіздің немереңіздің досы. Келуіңізбен, әже. Менің атым Сапар. Жақсы. Бер жүр. Анау әлгі шәкірт болғаныңа. Слесарь. Ақша төлей ме? Әрине төлейді. Маған Несібелі Жалелевна керек еді. Мама, саған. Қазір. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайда? Не қайда? Білемін, оның бұл үйден басқа баратын жер жоқ. Ол кім келген? Танымайын бір әйел. Мамаңа келіп пе? Солай шығар. Иә. Мен Сапардың әйелімін. Ұрсып қалып ек. 2 күннен бері үйге келмей қашып жүр. Үйінен қашқандардың бәрі осында келіп тығылушы мені. Қайда жүр? Айналайын-ау. Неге айғайлайсың? Біреудің үйінде мұның ұят болады. Өзің жақсы болсаң, күйеуің қайда кетеді? Кешіріңіз, артық кетсем. Қайда өзі? Осында, тірі! Жеп қойған жоқпыз. Өзіңіз қуып жібересіз де, біреудің үйінеге айғайлайсыз. Бір емес, 2 рет қуып жібердіңіз ғой. Әлішер. Қашанғы төзет? Әлішер! Сапардың түк күнәсі жоқ. Әйел адамға солай сөйлеуге бола ма екен? Кімнің кінәлі екенін сен қайдан білесің? Бар, сен араласың. Қоя қой. Сәлима, жетер енді. Түн ішінде шу шығарғаның ұят болады. Кет деп едің, кеттім. Жоғал дедің, жоғалдым. Енді маған не қыл дейсің, өл дейсің бе? Тыныштал, балам, тыныштала ғой, тыныштал. Қайтерсің мұны? Айтшы қане. Не істеуім керек, нендей жазығым бар? Сауық үйірмесіне қатыспа десең, қатыспай-ақ қояйын. Сол ма? Сенің ақ айтқаның болсын. Жүрші, Сапар, үйге қайтайықшы, қорқам, жүр, Сапар. Үйден кеттеген өзің едің ғой. Тұр енді жалғыз. Бара бер. Онда бар ғой. Сен де мені іздеуші болма. Мамама кетем. Еркің білсін. Бар. Тек осылай істеу керек. Қой деймін. Қалқамау не болып кеткенсіңдер? Мама. Күнде өстіп жаңжалдасасыңдар ма? Кешіріңіз, әже. Кешіріңіздер. Несібелі Жалерівна. Ой, қайтейін сендер. Жүрейік қайып. Жоқ. Үйге барғаным дұрыс шығар. Мама, бүгін көңіл күйің қалай? Жақсы. Оны неге сұрадым? Жақсы көрем, мама.
Өте жақсы көрем. Рахмет. Білемін. Нені? Жақсы көретініңді. Бала санасын жақсы көрмесе, одан өткен қасірет бар ма анаға? Ой, мама, сенен жақын кімім бар? Бірақ сен кешір, мен сен айтқаным жоқ. Ескендірді айтам. Оның аты Ескендір. Үйге шақырып, таныстырғым келеді. Бой жеттім де. Кешіріңіз, әже. Одан да кешірім дертең әйеліңнен сұра. Қорлағандай кісейін де зекігенің бекер болды. 2 күндей күйеу үйіне қонбаған әйелде қандай ақыл болушы еді? Соны ойладың ба? Ашу үстінде өзім ұстай алмай қалды. Өзі ғой мен осыған жеткізген. Қызғаншақ беді. Онысы жақсы ғой. Жақсы көретін болғансың қызғанатты. Отыр. Өгізге туған күн бұзауға да туады. Ертең сен де өстіп жүретін болсаң бар ғой, құлағыңды жұлып итке тастаймын. Түсінбей қойдым, әже. Мұны түсінбеуге болмайды. Еркек адамның ең бірінші міндеті семьяны мықтап ұстау керек. Әйелге көп нәрсенің керегі жоқ. Еркелету, жылы сөйлеу, немқұрайды қарамай оған көңіл бөлу керек. Мен оны сүйем, аялайым. Сонда да жұмыстан кеш келесің деп дейседі. Ау, сонда сен үйіңе қонбай ерегіспен жеңемін деп ойлайсың ба? Жоқ, оның болмайды. Ерегістірме, үйіңе бар. Бара ғой. Тұр, шығарып сал досың. Әлі ұйықтаған жоқсың ба? Жоқ. Не болып кеткенсіңдер? Еркегі еркек емес. Әйелі әйел емес. Түсініксіз бірден. Қазір ауылда да сондай. Ал анау Мағрипаны білесің ғой. Еңбек ері, бригадир, батыр ана. 10 баласы бар. Ал үйде әйел. Балаларын да бағат, күйеуін де күтет, тамағын да істейді. Ал күйеуіне қарасаң, Құдай кешірсін, шынашақтай бірдеңе. Ал әйелі бағынады. Ай, мама. Ондай болу қайда маған. Марқым күйеуің маңдайымызға сыймады. Момын еді айналайын. Топырағың торқаланған. Мінеки, 5 жыл өтті. Ол да жұмыстан ылғи. Кешігіп келіп жүруші еді. Абырой болғанда сен әйтеуір. Үндемеуші едің жарығым. Сыйласып өткендерің әлі күнге. Риза болып жүремін. Өз тәрбием, өз өнігім. Амал не жас қалдың. Ойлап кетсем қабырғам қайсады. Жалғыздық жаныңа батыр жүрме, қайтейін. Бұл кім? Мен Сапардың әйелімін. Ашыңыз шапай. Мен... Көріп тұрмын. Мен... Тағы бірдеңе болып қалды ма? Жоқ. Сіз кешіріңіз. Кіруге бола ма? Ал кіріңіз. Не болды сізге? Не болды? Жыламаңыз. Жыламаңыз. Қойыңыз енді. Балалар ұйықтап жатыр. Су ішесіз бе? Қазір әкелем. Сабыр етіңіз. Мына, іше ғой. Іше ғой.
ішесіз бе? Мүмкін кофе, не шай ішерсіз? Қазір, бер жүр ғой. Ақыр, бәрі ұйықтап жатыр. Ақырын өте бер. Жылама şimdi. Қаны, бері жүр. Жылама, сабыр. Не күндіз, не түнде тыныштық. Сондай жаман, кейде тіпті не істеп, не қойғанымды өзім де білмей қалам. Рұқсат болса тағы бір... Ала беріңіз, қысылмаңыз. Рахмет, мен сіздің мазаңызды алдым ау деймін, а? Қарныңыз ашқан жоқ па? Печенье жейсіз бе? Жоқ, қарным ашқан жоқ. Печеньені бала күнімнен жақсы көрем. Ой, мынау қолдан пісірілген ғой. Өзіңіз пісірдіңіз бе? Жоқ, Әлішер пісірген. Менің ұлым. Қойыңызшы. Менің қолымнан түк те келмейді. Бәрін мамама жасайды. Сапар жіберді ме? Әлде өзіңіз келдіңіз бе? Сапар айтты. Барып кешірім сұра деді. Ойлап көрсем шынында да ұят болған екен. Сіз мені кешіріңіз. Сұрағаным айып етпеңіз. Не қызмет істейсіз? Мен бе балалар дәрігерімін. Жұмысыңыз өзіңізге ұнай ма? Білмеймін. Жарайды, мен кетейін. Көп рахмет. Сізбен танысқаным жақсы болды. Тағы да келіп тұрсам ренжімейсіз ғой. Бірақ бұндай жағдай қайталанбасын. Сапар екеуміз бірге келеміз. Сау болыңыз. Сау бол. Жақсы ұйықтаңыз. Сәлематсыз ба? Бос емес. Театрдан келіп ем. Тұрап. Театрдан деймін. Театрдың режиссерімін. Еңбек сіңірген мәдениет қайраткері. Мереке туралы келіп ем. Кім бар? Несібелі Жалеловна. Иә, жұмыстан кейін кіріп шығамын. Ол кісі кім өзі? Цех бастығы, коммунистік еңбек екпіндісі. Сәлематсыздар ма? Бәрі түсінікті. Ал өзі қайда? Осында кезек күтіп отыр. Неге кірмейді, шақыр? Қазір. Степан Александрович, кіріңіз. О, Степа! Сәлематсыз ба, Кенеке? Кездеспегенімізге де бір талай вақыт болды. Иә, солай. Несібелі жағдайының бәрін айтты. Мен ғой, Паша. Өзім сынып сөйлескенім үшін ғафу ет. Баяғы әдет. Сен осы жолы бір менің досымның баласы екеніңді көрсетуің керек. Өтінемін. Шаруа ма? Шаруа былай онда. Бұл жолы алмай-ақ қойсан қайдеді сол жаң үйді. Есіңде ме баяғыдағы Степан Александрович? Я, қолың алғаш еге ұстауды үйреткен ұстазың. Онда бар ғой, Павел Петрович. Мен бұл мәселені жұмысшылар коллективінің алдына қоям. Не? Әйелім? Үй әйелің емес, саған берілді ғой. Үшеуіңе 2 бөлме аз боп отыр ма? Ал ол шал, сенікінде 2 бөлмеде 5 жанмен отыр. Және 2 қызы бірдей сенде жұмыс істейді. Шалды демалысқа шығарып салғанда қандай уәде беріп ең, а? Жарайды, жақсы ойлан. Мен сені балам деп есептеп, батыл сөйлесіп тұрмын. Я, күтем. Ертеңге дейін. Әйеліңе де түсіндіріп ақылдас. Оны мен де санаспауға болмайды. Біреуді жұмысқа орналастыру керек болса, оған жүгіретін Ниязова. Үй әперуге кірісетін Ниязова. Қырым мен Кавказға жолдама, не балабақша әперуге кірісетін тағы да Ниязова. Алған сыйлығы кешегі жанжал. Мен олардың тікелей жетекшісімін ғой.
Сапар болса сенің бауырыңның жолдасы. Скорый помощь сияқтысың. Бір рет кіріспеш мейлі, өкпелесін, сосын үйреніп кетеді. Маған ақыл үйретесің бе, жинайсың ба? Мұның бәрін сен қайдан біліп жүрсің? Жұрт айтады. Көрдің бәлі, жұрт айтады. Егер мен көре тұра ешкімге көмектеспей, өзімді ғана ойласам, жұрт сөйлемей ме? Онда басқаша айтады. Оны да ойлау керек. Айтса айта берсін, қояды. Өз жағдайыңды да мүлде ойламайсың, бізді де ойламайсың. Сендер ер жеттіңдер, жақсы мен жаманды айырдыңдар. Сен өзіңе бір қараш, не болып барасың? Әлі күнге дейін үстіңде папам бар кездегі пәлті өзіңді мүлде ойламайсың. Не айтып тұрсың? Шын айтам, мама, адам өзін өзі ұмытып өзгелердің қанын ойлауға ғана берілсе, уақытында жүйкесінде құртады. Сен ауырып қалғанда, сол көмектескен адамдардың қайсы аузыңа су тамызып жолдама алып берді. Достарыма жүгіріп жүріп, қажетті дәрілеріңді әперген мына мен, қызың. Көңіл бөлуге уақытың болмаса да, әрине бізді жақсы көретініңді білем. Көзің жетті ғой әні. Жақсы адамдар жоқ емес, көмектесті. Егер де мен біреуге көмектессем, оны қарыз қылмаймын. Қарыздар болса, кейін маған да көмектесер деген есеппен емес. Адамгершілік борыш, міндет. Жоқ, мама, бәрібір сенімен таласа алмаймын. Бар, есік аш, әжең келген болар. Ой, әже, шаршадыңыз ба? Қаланың адамдары жақсы екен, тілеуіңді бергір. Танымаса да сыйлағанына рахмет. Азаматтан айналайын, тірі болсын. Қалай барып қайттыңыз? Жақсы. Саған ризамын, қызым. Зиратын тап-тыйнақтай қойыпсың. Аруағы риза болсын. Тірі кезінде қандай сыйласаң, зиратын да сондай сыйласың. Шаршап қалған шығарсыз? Жоқ, жұмсақ машинемен барып қайттым. Дұрыс дегенсіз, мама. Не көп, такси көп, қымбатсын басаң қиналмай жүресің. Менен ақша алған жоқ. Өзі бір иман жүзді әдепті бала екен. Ол кім екен? Мені машинесімен зиратқа апарды. Ақша беріп ем алмады. Қайтайын десем, тағы да әлгі жігіт машинаның есігін ашып, әже, отырыңыз апарып салайын деп тұр. Есі дұрыс емес шығар? Жоқ, ақымақ адам ондай болмайды. Қайда кетіп қалдың? Не, шаршадың ба? Әкел өзім аға. Талсын, еден сырт. Ашық қойсаңдар шесікті. Қалпысты бекітіп алғаны несі? Қайдан шыққан әдет бұл? Қош келдіңіздер. Саламат па несібелі. Балалар аман есен бе? Бәрі де аман есен. Өз қалдарыңыз қалай? Төрлетіңіз. Қалымыз жақсы. Сол үшін де саған рахмет айтайық деп келдік. Біраз әуреге салдық. Бұл кім? Менің шешем. Қонаққа келді. Өте жақсы. Амансыз ба замандас? Шүкір. Етіміз дұрыс екен. Танысып қалатын болдық. Біз жай кіріп шығайық деп. Жоқ. Төрлетіңіздер, отырыңыздар. Дәм татпай кетуге болмайды. Келгендерің жақсы болды. Иә? Замандас дедің бе?
Өзің тіпті қазақшаға суldайсың ғой. Мұны қайдан үйреніп жүрсің? Менің туған жерім Қазақстан болса, туысқандарым қазақтар болса, оның тілін білмесем, ұят қой. Ешен біледі екенсің, замандас. Құрметті Несібел Жәлелівна, көрсеткен көмегіңізге көп рахмет саған, көп рахмет. Партия ұйымының қатысы Павел Петрович кабинетіне шақырып алып, қоныс құтты болсын деп құттықтады. Сөйтті ме? Рахмет. Палау дайын. Қазір. Ал жарайды. Жетейік. Жоқ, тамақ ішіп кетіңіздер. Неге отырмадыңыздар? Ауыл үйдің қонағы айында жылында бір келеді. Бұларың не? Қиналып жүрек жақсы болды. Тағы да бір реті болар. Дайыналыңдар. Болыңдар. Тоқтап. Міне енді бастау керек. 1, 2. Тоқтамаңдар. Жақсы. Қимыл. 1, 2. Қолың бермейді бе? Міне бұлай. 1, 2. Қимылда. Жақсы. Тоқтатпаңдар. Тағы да. Тағы да болмай қалды. Ой. Не істеп жүрсің? Қайтсин енді. Көркөмөнер ғой. Мен мыналардың бәріне айыптылы төледі. Көрдім бе темекінің түтінін? Не істеп жүрсіз мұныңыз не? Сіздің өз денеңізді өзіңіз игер алмайсыз ба? Қимылдаңыз бұлай, қимылдаңыз. Музыка қайда деймін? Техника. Техникасы не стағы? Оған не болды? Уақыт болса жақындап қалды. Ойласаңдаршы. Түсінбеймін. Сіз не билей алмайсыз ба, әлде білмейсіз бе? Ал сүюді ғой білуге тиіссіз. Ол жаратылыстың сыйы. Білмесеңдер хайуанаттар мен құстардан үйреніңдер. Түйе құстар мен тырналар қимылы қалай. Олардың әр қозғалысы бей. Ал сіздің бейіңіз қандай? Уақыт аз қалды. Ал сен еркелетіп аймала, былай сипап, көзіне қара. Махаббат оты тұр. Өмір деген сол. Қанекей тағы бір рет. Мынау Қабибаға, мынау Айшаға, ал о мәссаған. Мынаны саған берейін деп әдейі алып келіп едім. Ұмытып, қайталып кете жаздаппын ғой. Мынау сенің ұлы атаңның қолынан шыққан бұйымдар. Ол мұны кезінде қалыңдығын арнап соғыпты. Сенің ұлы әжеңе, елдегі ең сұлу қыз болған десе. Қобдиша да соның жасаған дүниесі. Енді сен болашақ келініңе сақтап қой. Әлішерімнің келіншегіне, ол да өзінің келініне қалдырсын. Біздің қасиетті қара шаңырағымыздың ұрпағы көп болсын. Сақтаймын, мама. Қап, немерелерім шығарып салуға үлгірмейтін болды-ау. Солай болып қалды, мама. Бос емес. Шыққан алтын босағаңды ұмытпа қызым. Балалар да келіп жүр. Жарайды, мама. Ағайыннан алыстап жатпауыр боп кетпес. Қарыс жерде қаза бар. Біздің де күніміз еңкейіп келеді. Қанша мықтымын дегенмен де Құдайдың құрығынан құтылмақ жоқ. Айтпаш ондай сөзді. Жоқ, қызым. Ешкім мәңгі жасамайды. Жас келеді. Кәрі кетеді, өміріміздің жалғасы. Қуат қылғанымыз осы бір-екі немереміз болғасын айтам да. Пәк туған соң пәк өлген пенденің арманы болушы еді.
Мама, чемодан берсем қайтеді? Қажетіне. Иыққа сала алмайсың қатты. Білегіңе іле алмайсың ыңғайсыз. Ал қорсын әрі жеңіл, әрі ыңғайлы. Өңгөріп ал да шаба жөнел. Ой, Құдай-ай, мен айтып тұрмын. Томпаңдап жүре бер. Құдайберген Рашидович, сіз мені тыңдайым деп едіңіз ғой. Иә, ұмытып кетіппін. Құдай үшін кешіре көріңіз, Катерина Максимовна. Сізді тыңдауға қуана-қуана бармын. Қанекей, жүріңіз. Бүгін жақсы жаттықтың. Шаршадың ба? Жоқ. Сол жақ иықты көтергенде, оң жақты түсіру керек. Кәне, жасап көрші. Қолды еркін. Бұлай ма? Еркін ұстау керек. Төменірек, төменірек. Кеудені көтеріңкіреп. Жарайды. Ұқтың ба? Сенбісің? Не қып отырсың? Әлде біреуді күтіп отырмысың? Иә, мамам айтып едім, күтіп алам деп. Мамаң үйге бағана кеткен. Жүр. Солтүстік Қазақстанда менің туған бауырым тұрады. Болай селосында. Сен соған қатты ұқсайсың. Сені көрсем болды, көз алдыма сол келеді. Сағынып жүрмін. Туыстарымды, шешемді көргім деп жүр. Кейде тіпті бұзауды да сағынам. Ал, сау бол. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Қайырлы кеш, Құдайберген Рашидович. Қайырлы кеш, Екатерина, кешіріңіз, әкеңіздің атын ұмытып қаптым. Атыңызды ғана атасам қайтеді? Бұлайша мен Максимовнамын. Атымды атауыңызға болады. Мейрам кеп қалдық, концерт қоямыз. Көркемөнер жөніндегі жетекшілеріңіз ретінде сіздің репертуарыңыздан 2 өлең алғым келеді. Үшіншісін қайта шақырғанда айтасыз. Мейліңіз. Көрушілері қол соғатын шығар деп ойлаймын. Өлеңді жақсы айтасыз. Рахмет, мен дайынмын. Тек жұмыстан кейін. Тұра тұрыңызшы. Қазір сіздің үйге барып тыңдасақ қайтеді? Әлі ерте ғой. Жұмысым көп, қолым тимейтін өзіңіз білесіз. Бүгін бір бос күнім еді. Жоқ. Бірақ... Кешіріңіз, Құдайберген Рашидович. Қателесіп тұрған боларсыз. Қап, өкінішті ақ. Екатерина Максимовна. Қалай келсін? Қайда жоғалып кеттің? Қазір тез кел. Мама жылы жүзбен қарсы алшы. Өте қарапайым жігіт. Әлішер, сен де қыр көрсетуші болма. Оның кім қызым? Әлішер, сен танисың ба? Жоғар шық. Мама, танысып қой. Ескендір. Сәлеметсіз бе? Несібелі Жәлеловна. Ескендір. Мына менің бауырым Әлішер. Әлішер, Ескендір. Рахмет, мама. Қайда кеттің? Бармайтын болдың ба? Үлгеремін. Шаруам бар еді. Кейінірек барам ғой. Бұған не болған? Қызы бар шығар? Иә? Ал тамағыңды. Сәлематсыз бе, Екатерина Максимовна? Мама, сені шақырады. Кешір айналайын. Оқыш. Ал. Біздің Әлішер дайындаған. Рас па? Иә? Катюша? Не? Зал сұрадың ба? Не дейді? Жақсы болған екен. Екеуміз барғаннан кейін сөйлесерміз. Талшын да барайын деп отыр. Қасында бір танысы бар.
Сәлемәтсіз бі? Сәлемәтсіз бі? Міне көрдіңіз бе, тағдыр тағы да түйістірді. Мені мұнда келет деп ойламаған боларсыз. Сізді кім шақырды? Амал не, сіз кімді күткен болсаңыз, мені сол кісі алып келді. Коллективіңізге бір күнге қабылдарсыз. Байқауымша сізде одан үмітті болдыңыз. Бірақ өзіңізге тарта алмадыңыз. Кешіріңіз, соңғы үмітіңізді күйретейін деген ниетім жоқ еді. Не үндемейсіз? Жарайды. Катерина! Катя! Менің сізге айтайын деген бір сөзім бар. Оңашалау барайыншы. Қазір тығыз шаруам бар еді, ренжімесеңіз. Кейін, кешіріңіз. Анау билеп жүрген ұшқыштардың ішінде танитының бар ма? Жоқ, неге барып билемейсің? Мүмкін біреумен танысып қаларсың. Қорқам, батылым жетпейді. Тағы да сізге айтайын деген Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар. Әлі даяр болмай жатыр. Жана жүріңіз онда. Иә, жақсы. Олар бұл жақта не қып жүр екен? Әлде осында тұра ма? Жоқ, біз сияқты 2 күнге дем алуға келіпті. Бір әйел шақырған дейді. Онда бәрі де түсінікті болды. Несі түсінікті? Ол әйел бұрын осы демалысы институтты. Қазір де байланысы күшті сияқты. Көп уақытымды алмаймыз. Жүрсеңіз, карбюраторды қарап берші. Өздерің қарай беріңдер. Мен кейін келемін. Жарайды, кеттік. Мен барғанда залды бергізген сол әйел. Жарайды, мереке ғой, бір дастарханда отырайық. Мынау қызық екен. Жарайды, мейлі онда. Қайта олармен көңілдірек болар. Я, конфет бәріне жетсін, шашып таста. Тамаша дастархан. Кім жасады? Катерина. Міне рахат. Қонуға рұқсат па? Саламатсыздар ма? Келіп отырыңыз. Рахмет ілтифатыңызға. Қане, келіңіздер, төрлетіңіздер, отырыңыздар. Отырыңыз. Мына жаққа шығыңыздар. Сіз ғафу етіңіз, Катерина. Мен еш уақытта... Жоқ, ренжімеймін, Құдай берген. Сенбей тұрған жоқпын. Бірақ мен де түсініңіз. Білем, көздеген ғана ұшқыштар ғой, олар саған бұйырмайды. Несібелі көптен бері біреумен әуей болып жүр. Талай көргем, тіпті бірге тұрады. Бүгін әнеке, оның масқарағы басқа бір әйелдер кетті. Барып тұрған, арам ойлы, 200-ді еркектің нағыз сайқал екенсіз. Осыныңыздың бәрін айтам. Мен ештен айтқан жоқпын. Сізге ешкімді сенбейді. Өткір екенсіз. Сіз де жатқан шығ емес көрінесіз. Жұрттың айтуынша. Оны кім айтып жүр? Айтушының айыбы жоқ. Аты жөніңіз кім? Адамбек Нұртаевич. Алма беріңізші. Бөлмейсіз бе? Жақсы. Бір нәрсе айтсам, ренжітіп алып жүрмеймін бе сізді? Неге айта беріңіз? Мына жерің қайсы десеңіз, бұлайрақ барайық. Жүріңіз. Менің аты жөнім Несібелі Жалеловна. Өте жақсы. Оу, сен қойды бұрасың. Өзің ертіп келіп, енді бізді қасымда менен Нұрдан отыр ғой, қасымы жемей, қазір келем. Қайтесің жолымды көп, салт жігіт қой, шаруасы бар шығар, бара берсін. Есігіңіздің алдына күнде бір барам. Білемін. Қалайшы? Мамамды зиратқа бардыңыз. Мұнда кіммен келгеніңізді де білем. Жолдастар және аэропорттың буфетшісі. Буфетші деңіз.
Тек онымен көптен бері танысыз ғой, ә? Неге әлі күнге дейін жасырынбай ойнап жүрсіз? Көптен таныс екенім рас, бірақ Ойыншық деңіз уақытша. Солай ма? жоқ, олай емес. Оны мен ешқандай қатысым жоқ. Әйелі қайтыс болған. Салт дейтін шығар. Бұлайынша мені жек көрмейтін рас. Бірақ та шынын айтсам басқадай ниетін сезген жоқпын. Жаман әйел емес сияқты. Ұнатып қалған болса, қалай сезбей жүрсіз? Мен де сізді ұнатып қалған. Неге сезбейсіз? Кім білсін? Жас болса мені 40-тан асты. Кешіріңіз. Бар сырымды жайып салдым. Менің іздегенім әйел ғана емес. Сүйенер сенімді дос. Қайырлы таң, Құдайберген Рашидович. Қайырлы таң. Мен сізбен сөйлесейін деп ем. Айта бер. Құлағым сенде. Кеше-кешке менің мамамды және Екатерина Максимовнаны мені неге қорладыңыз? Қызық екен. Кім мұны істеген? Несібелінің олы, Әлішер. Одан бәкеме мақта келші. Ештеңде жоқ, тараңыздар. Не үшін? Білмейм, жынданып кеткен бөзі. Тараңыздар дедім ғой. Оған өзім де таң қалып тұрмын. Сайдандай шағы келді де, әй-шәй жоқ, қолындағы ағашпен періп көк жібергені. Бұ тағы бар ма немене, көзімді ашсам зытып барады. Қайда? Кім білсін қайда екен? Қай жерде ұрды сізді? Анда, жаттығу жасаған жерімде. Қане, жарасын таң қазір. Катюша, бұл не қылғаны? Не болған бұған? Не болды? Оу, тау жақтан іздеңіз. Қасыңызға кісілер алыңыз. Мен тау жаққа кеткен. Бөлмелерді қараңыздар. Мен жол жаққа Қазір. Катерина, бұл не сұмдық? Енді не істеймін? Алишер! Жасырынба, шық бері. Жігіт болсаң істегенсіңе жауап беруден қашпа. Кел бері. Кел. Не үшін қол жұмсадың? А? Әдейі барып ұрғаның рас па? Ол енді сені сотқа беруі мүмкін, білесің бе? Е, онсыз ақ сотқа мен өзім барам. Милицияға барамында бәріні айтып берем. Демек кінәңді мойындайсың ғой. Әрине. Бардым, ұрдым. Оның не? Не үшін? Мен оны ешкімге де айтпаймын. Ол 200 азғын. Сүмелек, қорқақ. Мен сөйлесейін деп барған. Мазақ қылады тіпті. Сосын алдында періп жібердім. Немен? Таяқпен бе? Не? Ол солай деді ме? Періп жіберіп ем. Қашамды бет-бетінен түсті. Шегіртке. Жаншып тастау керек. Ондайларды. Қайтеміз? Милицияға барамыз ба? Жоқ әлде... Я милицияға. Мамаңның не күйге түсетінін ойладың ба? А? Жүрейік.
Отыр. Мен де осылай істерем. Сіз мені қайдан білесіз? Білем. Әсіресе бүгін жақсы білдім. Радионы қос. Мама, телефонға. Иә. Тыңдап тұрмын. Иә. Ұмытып кетіппін. Рахмет, қазір келем. Тағы басталды.